Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зейқылбек. Бүгін біз Bswap'та болып жатқан алғашқы айдиоға қатысатын боламыз. Соны сіздерге басынан бастап аяғына дейін барлығын пошагово түсіндіріп өтетін боламыз. Сол себепті видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз және бұл арнаға тіркелеміз. Ал біз бастаймыз. Сонымен достар, қазір бізде Bswap'та алғашқы айдио болып жатыр. Бұған дейін айдио болмаған Bswap'та. Бұл ақпараттың барлығын Telegram каналда олар жазған болатын. Сол себепті бұл Bswap'тың Telegram каналына тіркеліп те отырыңыздар. Сонымен қазір уақытта бізде Expansion айдиосы болып жатыр. Бұлардың қысқа тикері XPS деп аталады. Бұл жерде көріп отқандарыңыздай бізде екі option бар. Біріншісі бізде лимитный option, екіншісі безлимитный option. Лимитный option дегеніміз сіздерге максималды түрде 57 BSV токенді салуға мүмкіндік береді. То есть бұны салу үшін сіздер просто buy кнопкасын басасыздар, наяқтай максималды жазасыздар 57 деп, и все, confirm басасыздар. Сіздерге автоматты түрде BSV наяққа тіркелетін болады. Ал екінші опция бізде безлимитный опция, то есть бұл жерге сіздер любой суммада BSV сала аласыздар. Хоть 1 BSV, хоть 10 BSV, хоть 100 BSV, хоть миллион BSV салсаңыздар болады. Әрине, мына жерде біз максималды түрде BSV көбірек салсақ, онда максималды түрде аллокация көбірек аламыз. Егер азырақ салсаңыздар, аллокация азырақ аласыздар. Мына жерде көріп отқандары, мен лимитный опцияға 57 BSV салдым, әрине одан көп сала алмаймын. Екінші опцияға мен 53 BSV салдым. Нақтан көріп отырсаңыздар, мен общий сонда 110 BSV осы екеуіне салған болатынмын. Қазір уақытта маған 110 BSV-ға 107 XPS береміз деп жатыр. Бірақ бұл 107 XPS уақыт өткен сайын төмендеп жатыр, себебі басқа адамдар салып жатыр. Адамдар көп салған сайын XP тарату азырақ болады. Басында бұл жерде менде 200-300 XP болатын, қазір уже азайып қалды. Екеуіне салу көпейтпен саласыздар, аяқта қиындығы жоқ деген ойдамын. Онымен қоса аяқта бізде басталған кезде 6 сағат уақыт берді. Қазір 6 сағаттан 2 сағат 11 минут қалды. Енді сіздерге қазір уақытты көп созбау үшін осы уақыт біткен кезде қайтып оралатын боламын. Ары қарай не болатынын бірге көрейік. Достар, кеше болған видеоны мен бандикам арқылы записпен жазып алдым да, бүгін комментировать етіп отырмын. Кеше бізде уақыт біте салысымен бізде Claim All кнопкасы ашылды. Claim All кнопкасы дегеніміз бұл бізге берген вознаграждениені алу керек деген сөз. Үстінен бастым да и MetaMaskпен подтверждение жасадым. Міне қарап отырсаңыздар, бізге 110 BSV-ге 79 XPS монетасын берген болатын. Одан кейін сол XPS монетасын алу үшін Medium парақшасына кірдім де, осы жерден сол XPS монетасының адресін, бұл айтқанда смарт контракт адресін скопировать етіп алдым. Одан кейін Bswap'қа қайтып оралдым да, Exchange-ге бастым. Мынаяқта мен Swap'та бастым да, төмен қарай түсіп, бағанағы скопировать етілген адресімді осы жерге қойдым, ставить бастым, и все, в принципе, адрес менде қойылды. Мына жақта птичка барлығын қойып шықтым, сұрағандай подтверждение бастым. Одан кейін бағасын есептеуге ыңғайлы болу үшін мен BUSD монетасын таңдап алдым да, и бір-бірімен салыстырып көрдім. То есть бір XP монетасы мен қанша BUSD токенге сата алады екенмін. Мынаяқтан бізде көріп отырсаңыздар, мен оказывается 79 монетаны $4 сата алады екенмін. Потом барып мен күттім, то есть сатуға маған бұл невыгодно. Біраз обновление жасадым, біраз күттім. Потом барып бізде уже $4-дан $17 өсті. Бірақ менде бұл жерде бір минусы, бұл токенді сата алмай қойдым. BUSD-ге там ошибка шықты, бір нәрсе шықты. Одан кейін мен бұны BSV монетасын сатам деп шештім. Потом барып, мынаяқта көріп отқандарыңыздай, мен BSV монетасын саттым, то есть обмен жасадым. Потом барып біраз уақыттан кейін маған осы 79 XPS монетасынан 11 BSV монетасы түсті. Мынаяқта мен көріп отырсыздар, подтверждение жасап барлығын жасап жатырмын. И біраз уақыттан кейін маған 11 BSV монетасы түсті. Сонымен достар, бүгін біз Bswap'та болып жатқан айдиоға қатыстық, басынан бастап аяғына дейін. Кейбір адамдар бұл курстарды, айдио курстарын деген секілді платно сатып жатыр. Енді көрдіңіздер, ешқандай бір бұл жерде қиындығы жоқ. Тегін алатын курс. Сол себепті бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар, там лайк басыңыздар, комментарийға өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазыңыздар. Бұл видеоның алдыға топтыға шығуына көмектесетін болады. Сіздерге ауырсам да, қазір менде температура болып тұр. Соған қарамастан сіздерге бүгін видео түсіріп монтаж жасап болдым. Сол себепті осы видеоға от души лайк басасыз деген ойдамын. Сіздерден болған мен Зейқылбек, келесі жүздескенше алдыда бұдан да пайдалы ақпараттар әлде шығатын болады. Чики-пау!